Дәндерден жасалған өте дәмді, осындай хит болған пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, шаймен жеуге таптырмас пирог. Бізге жұмсақ май қажет болады. Майымызды салып, үстіне қантымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне міне жұмыртқамызды қостық, барлығын жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосып, аздап араластырамыз да, ситаның көмегімен ұнымызды салып отырып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Барлығын илеп болғаннан кейін холодильникке 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте біз салмамызды дайындаймыз. Грек жаңғағы және мейіз және өрік кептірілген. Бізге сгущенка қажет болады. Мен рогачев түрін алдым. Сапалы қолдансаңыздар, сапалы түрін дәмді болып шығады. Мен рогачев деген түрін қолдандым. Енді дәндерімізді қалауымызша ұсақтап турап аламыз. Өзіңіз қалағанша басқа дәндерде қоссаңыздар болады. Барлығы міне дайын болды. Енді келесі кезекте қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жұқалап жайғаннан кейін енді біз формамызды дайындаймыз. Менде форманың осындай түрі, диаметрі 25. Сіздер басқа пирогтың формасында қолдансаңыздар да болады. Қамырымызды осылай орналастырамыз. Артық жерлерін барлығын тегістеп алып тастаймыз. Қалған қамырларын жандарына немесе ортасына қосып жіберсеңіздер болады, бірақ ортасы қалың болып кетпеуі керек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тәтті тағам түрлерін шығаратын боламын. Және осы пирогтың рецептісін описание бөліміне қалдырамын. Дәндерімізді кезекпен-кезек саламыз барлығын. Осы жерде басқа да сіздерде дән болса, фисташка немесе миндаль болса, басқа дәндерді қоссаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Сгущенкамызды құямыз. Сапалы сгущенка қолдансаңыздар, сіздің дәндеріңізде ыдырамай, жақсы өз формасын ұстап тұратын болады. Дайын болды пирогымыз. Енді пісіріп аламыз. Суығаннан кейін кессеңіздер болады. Міне осындай болып шығады. Барлығына ұнаған, хит болған өте дәмді пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта менен рецепт күтіңіздер.